Бізде қоғамда өмір сүріп жүрген кезімізде өзіміздің де басымызда болады ғой. Мына нәрсе. Адамдар ақша жоқ дейміз да. Ақша жетпей жатыр дейміз. Негізінен осы мәселеге терең қарайтын болсақ, ақша жоқ емес екен негізі. Ақша жетеді, ақша бар. Терең қарайтын болсақ, бізде энергия жоқ екен ғой. Энергия жоқ па? Ол не нәрсе? Мысалы қарайтын болсақ, Алла Тағала бізді жаратты, Алла Тағала бізге энергия берді, қуат берді. Біз сол Алла Тағаланың берген энергиясын, қуатын ақшаға айналдырамыз да. Ақшаға айналдырамыз. Енді біз өзіміздің сол энергиямыздың бәрін, керек емес қуатымыздың бәрін, керек емес нәрселерге жұмсап, ысырап қылып, ол да таусылады, бітеді. Енді дұрыс өмір сүруге, ақшаға айналдыруға ол энергияны, қуатты келген кезде жетпей қалады да. Ысырап қылып тастағанбыз, бітіріп тастағанбыз, сосын жетпейді. Мысалы біздің жүрегіміздің ішінде уайым бар да бізде. Бітпейтін уайым, қайғы, көре алмаушылық, өз-өзімізді жоғары санау, басқаларды кешіре алмау, бұрынғы өтіп кеткен нәрселердің бәрін ұстап жүреміз жүрегімізге. Кезінде маған сөйтіп еді, мынау бүйтіп еді деп, осыны мен өйстем, осыны бүйтем деп кейде жүреміз, ұстап өзіміздің ішімізге, жүрегімізге. Эгомыз бар, менменшілдігіміз бар. Осының барлығы біздің жүрегімізде ұстап жүргеннен кейін барлығы энергиямыздың бары осыларға кетеді. Енді біз ақша табайық десек, ақшаға айналдырайық десек, энергиямыз жетпейді. Осылардың барлығын алып алғанбыз, жүрегімізге кіргізіп алғанбыз. Енді осы жүрегімізге кіргізіп алған жаңағы біздің уайымымыз, қайғымыз, көре алмаушылығымыз бар, кешіре алмаушылығымыз бар, эгомыз бар, менменшілдігіміздің барлығы біздің энергиямыздың дұрыс өмір сүруге, ақшаға табуға керек энергияның 80%-ін осылар алып кетеді да. Енді дұрыс өмір сүріп ақша табайық десек, энергиямыз жетпейді. Енді біз не сияқты? Сіз компьютерді ішіне флешка салып, интернетке қосып, біраз пайдаланғаннан кейін компьютеріңіз уақыт өте келе істейді. Не осы соны қарап, не осы соға кіріп, түрлі сайттарға кіріп, түрлі ақпараттың барлығын қарай бергеннен кейін бір кезде уақыт өте келе компьютеріңіз зависать етіп, дұрыс жұмыс істемей қата бастайды. Телефонда дәл сондай. Сіз істейсіз сол кезде, оның маманына барып, немесе антивирус қондырып, тазалап, ішінің бәрін тазалағаннан кейін, ананың ашық тұрғанның бәрін сөндіріп, барлығын қалпына келтіріп, керек емесін өшіріп, телефоныңыз болсын, компьютеріңіз болсын, дұрыс жұмыс жасайтын болады. Бастапқы қалпына келеді. Міне, біз де сол жүрегіміздегі біздің энергиямызды, қуатымызды алып атқан жаңағыдай нәрселердің бәрін тоқтатқан кезде уайым, қайғы, көре алмаушылық, кешіре алмау, біреудің жасаған нәрсесін ұмытпау, осының бәрі біздің энергиямызды сорып жатыр. Осының бәрін жаңағы компьютер тазалағандай тазалатып, тоқтатқан кезде шынайы өзіміз жұмыс жасап, алдымызға дұрыс мақсатты қойып, соған дұрыс жоспар жасайтын болсақ, бізге ақша да келе бастайды. Энергиямызды істейміз, ақшаға айналдыра бастаймыз. Енді біз дұрыс энергиямызды дұрыс жұмсаған кезде адамның көзі жанады екен ғой. Көзі жанып, сондай көзінде оты бар дейміз ғой. Сондай адамға айналамыз да. Және де біздің энергиямызды басқа адамдар да сезе бастайды да. Олар психолог басқа болмаса да, сіздің энергияңызды олар да сезе бастайды. Олар да көре бастайды. Сіздің артыңызға адамдар ере бастайды. Егерде біз жаңағыдай өзіміздің керек емес нәрселерге энергиямызды жұмсамай, дұрыс өзімізге қажет керек нәрсеге энергиямызды жұмсайтын болсақ, біздің өміріміз дұрысталады екен. Сондықтан біз ақша жоқ емес, біз өзімізге қарап, өзіміздің қуатымызға, энергиямыз қаяққа кетіп жатыр. Бос нәрселерге кетіп жатыр ғой көбісі. Телефон қарауға, TikTok қарауға, YouTube қарауға бүкіл энергиямызды кетіріп, маңызды өзіміз айналысатын жұмыстарға, өзіміздің кәсібімізге, немесе жұмысымызға келген кезде энергиямыз бітіп қалады да. Жұмсай алмаймыз толыққанды. Сондықтан ақша жоқ дейміз. Ақша жоқ емес, бізде энергия жоқ екен. Достар, егер осы видео ұнаған болса, комментарий жазыңыз, лайк басыңыз, және де басқалармен бөлісіп отырыңыз, сізге ұнаған болса.